Ассалаумағалейкум ағайын, армысыздар. Міне Павлодар облысы Май ауданы Малайсары ауылына да келіп қалдық. Міне бүгін бәйге, бүгін Қабыкен деген ақсақалымыз 75-ке толып отқан. Бүгін мерейтой екен. Соған орай міне бүгін екі бәйге болады. Біреу құнан жарыс, біреу аламан бәйге. Міне 4 құнанымыз келе жатыр. 3 айналым. Мал сату каналына лайк басып қойыңыздар, комментарий жазып қойыңыздар, каналға тіркеліп қойыңыздар. Міне құнандар келе жатыр, міне басын тартып келе жатыр бірінші кештіқан. Екі құнан Баскөл ауылынан. Екенін қазір сұрау керек. Мына қазақ тілді арнаны қолдап отырыңыздар. Міне құнандар екінші айналымды аяқтап келе жатыр. Екі ат Баскөл ауылынан, бір ат Малайсарыдан, бір ат Қызылембек ауылынан. Қабыкен ағамыздың міне 75 жылдық мерейтойы. Міне келе жатыр. Соңғы айналымға кетіп барады, міне темпті қосып келе жатыр. Шоу алдына шығып кетті. Қызылембектің құнаны ғой деймін. Қателеспесем. Айда, тағы бір күрік жібер. Айда. Қызылембек қонуы. Міне Баскөл ауылының екі құнаны. Екеуі де құнан ғой? Екі құнаны міне бірінші келе жатыр, міне соңғы айналым, үшінші айналым. Біздікі ме? Шамамен круг мұнда бір 2,5 километр бар ғой деймін. Сонда 7,5 километр. Біреуі Мусалимов Арман деген азаматтың құнаны, біреуі Бәкжан ағамыздікі. Міне Баскөл ауылының екі аты міне таласып келе жатыр, 1 мен 2-ке. Міне 1 мен 2 міне. Үшінші ат қайда? Кем дегенде бір 1 шақырымдай қалып қойды. Міне үшінші құнанымыз келе жатыр, міне
Біраз уақыттан кейін келе жатыр. Міне 3-ші орынға ие болған Малай Сары ауылының құнаны міне. Міне. Міне осыменен қадірменді ағайындар, құнан жарысымыз аяқталды. Павлодар облысы, Май ауданы, Малай Сары ауылы. Қабыкен ағамыздың 75 жас мерейтойы. Мерейтойына арналған құнан бәйге аяқталды. Мал сату каналына тіркеліп отырыңыздар. Лайк басып отырыңыздар, комментарий жазып отырыңыздар. Міне 4-ші құнанды келіп жетті. Қызыл Еңбек ауылы.